Бәріне сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін мен сіздермен ең керемет қыздарға арналған маскамен бөлісетін болам. Ол не маска десеңіздер, дадам, лифтинг маска. Яғни бір ингредиенттен бетті тартады, беттегі әжімдерді, яғни мимический әжімдерді кішкене түзейді, оның көбеймеуіне көмектеседі және бетті жылтыратып, ылғалдандырады. Ол неден жасалған маска десеңіз, видеоны әрмен қарай тыңдап, маған подписка жасауды ұмытпаңыз. Қыс мезгілі біткеннен кейін көбінде әйел адамдардың беттері бұзыла бастайды. Яғни біз қыстың күні витаминдерді, көкөністерді аз жеген себептен, жаңағы суық желге байланысты бетіміз кеуіп, әжімдеріміз көбейіп және ылғалы жоғала бастайды. Сол жағдайда бізге үй жағдайында бір ғана ингредиенттен жасап қалпына көмектесетін маскамен бөлісемін. Яғни ең керек бізге пайдалы маскада ол жұмыртқадан жасалынады. Бір жұмыртқа сізге жеткілікті. Ағынан бөлек және сарысынан бөлек маска жасайтын боламыз. Ағуызға бізге керек болады қағаздан жасалған салфетки. Ағуыз бен салфеткадан бірінші маскамызды жасайтын боламыз. Әрмен қарай тыңдаңыз. Ал бірінші маскамызға кірісейік. Бір жұмыртқадан 2 маска жасайтын боламыз. Ең алдымен жұмыртқамыздың ағуызы мен сарыуызын 2 ыдысқа бөліп аламыз. Мінекей 2-ге бөліп алдық. Енді ағуызымызды жақсылап араластырамыз. Дайын болған ағуызымызды бетімізге жағамыз. Ол себепті бізге керек емес, беттегі артық шаштардың бәрін алып тастаймыз. Масканы жағатын алдында бетімізді жақсылап бояудан жуып алу керек. Ал дайын болған ағуызымызға осы қағаз салфетканы алып, майда-майда бөлікке бөліп, жаңағы ағуызымызға салып, кішкене батырып алу керек болады. Яғни біз тканевый масканы үй жағдайында жасаймыз. Мысалы, міне ағуыз және қағаз салфетка батырып алдық. Енді бетімізге жабыстырып шығамыз. Ал бетімізде масканы жасап шықтық. Қағаз салфетканы ағуызға жұмыртқаның батырып, бетімізге осылай қойып шықтық. Енді біз күтеміз. Яғни 15-20 минут уақытында ол примерно кебеді. Кепкеннен кейін қалай шешу керек екенін көрсетемін. Ал енді күтейік.
Ал біздің бетіміздегі маска қағазымыз кепті. Ақырындап осылай аламыз. Осыдан да көп уақыт жүруге болады, яғни жарты сағат, 40 минут. Ол кезде бетіңізде қатты кебетін болады, және де қара дақтарды шешіп алатын болады. Менің бетімдегі порларым жіңішке болған себептен қара дақтар жоқ. Сол себепті маған ондай ұстаудың қажеті де жоқ. Қара дақтарыңыз бар болса, 20 минуттан артық, яғни жарты сағат не 40 минут ұстауларыңызға болады. Ал бетім жақсы ылғалданып, кәдімгідей жұмсарып қалды. Дәл баламның бетіндегідей. Сумен бір шайып жіберіп, енді сарыуызды жағатын боламыз. Бетімді жуып келдім, енді сарыуызды жағып қоямын. Сарыуызбен де 10-15 минут жүремін. Салқын сумен жуып, крем жағып қойсаңыз болды, бетіңіз жаңадан туған нәрестенікіндей жұмсақ, балғын, әжімдеріңіз тартылған, сондай лифтинг эффектінің нәтижесіне жететін боласыз. Осындай масканы аптасына 2-3 рет 10-15 минуттан жасап тұрсаңыз, ешқандай зияны жоқ. Щеткамен жаққан ыңғайлырақ болады.